Нұрасыл 13 жасар ерекше бала, оның жүрегі мейірімге толы. Арманы асқақ, жастайынан өнерге жақын болып өскен ол, әсіресе мәнерлеп оқуға ерекше қызығады. Әр шумақты сезіммен жеткізіп, тыңдарманның жүрегіне жол таба біледі. Толығырақ бейнесюжетте. Мен оның күнін сүйем, түнін сүйем, ағында өзген асқатар көлің сүйем, мен оның қасиетті тілін сүйем, мен құдіретті үнін сүйем, бәл жәндігін сүйем, қыбылаған, бәлі маған отан деп сыбылаған. Өлең оқу Нұрасыл үшін жай ғана хобби емес, жан дүниесін ашатын үлкен әлем. Ол әр шығарманы терең түсініп, дауыс ырғағын екпінін келтіріп оқуға тырысады. Сахнаға шыққанда өзін еркін ұстап, бар ықыласымен өнер көрсетеді. Жақында Нұрасыл Дара ұрпақ инклюзивті театрының кастингінен сәтті өтті. Бұл оның таланты мен еңбегінің нәтижесі. Театр ұжымы оның қабілетін жоғары бағалап, үлкен үміт артты. Бұл жетістік Нұрасылдың өзіне деген сенімін одан әрі нығайтты. Алдағы уақытта жас өнерпаз өз өнерін үлкен сахнада көрсетпек. Ол жаңа рөлдерге дайындалып, шығармашылық шеберлігін шыңдауда. Сахна оның арманына бастар жол, ал әр қойылым жаңа белес. Нұрасылдың жетістігінің артында үлкен қолдауы бар. Анасы Несібелі Сүйінбаева ұлын әрдайым жігерлендіріп, қасында жүреді. Баласының әр қадамына қуанып, сенім білдіреді. Осындай қолдаудың арқасында Нұрасыл алға нық қадам басуда. Оның табандылығы мен талпынысы талай биікті бағындыратыны сөзсіз. Болашақта ол өз өнерімен көпшілікті тәнті етіп, үлкен жетістіктерге жететініне сенім мол. Жеті арнасы Бағдәулет Ерланұлы, бүгін біз Түркістан қаласындағы Фараб кітапханасындамыз. Дәл қазір менің жанымда Нұрасылдың анасы Несібелі Сүйінбаева. Несібелі апай, өзіңізді көргенімізге қуаныштымыз. Бүгін ұлыңыздың өлеңін тыңдадық. Жалпы 13 жасар Нұрасыл өлеңге қай уақыттан бері қызығады, және жалпы бұл енді өлең жолдарын оқуға қалай баулайсыздар? Сол туралы бір кеңінен өзіңіз тоқталып айта кетсеңіз. Қайырлы күн, сәлеметсіздер, рахмет. Нұрасыл кішкене осы бастауыш сыныбынан құмар өлең оқығанға. Енді ол ұстаздардың да еңбегі. Біз Алматы қаласында бастауыш сыныпта оқыды. Сол жақтан мектебінен апайлары, ұстаздары баулып, мәнерлеп оқуға қатыстырып, өздерін мектептен солай қатысып келе жатыр. Бір оқығаннан өзі жақсы көреді, сүйіп тыңдайды оқығанды. Сол. Яғни бала күннен бері жалпы өзінің қызығушылығы бар ғой, өлеңге? Өзінің де қызығушылығы бар, әрі жаңа мұғалімдерінен де мектеп қой, баланы тәрбиелейтін орта, балабақшадан, бастауыш сыныптан мұғалімдердің еңбегі бір жағы. Ал үйде де өзі былай оқытамыз, үйретеміз. Сондай-ақ қателеспесек, Нұрасыл осы уақытқа дейін де бірнеше өлең байқауларына қатысыпты. Сол туралы айтса кетсеңіз, қандай байқаулар болды? Жалпы сіздер сол байқауға қалай дайындаласыздар? Байқаулар болғанда сол мектептен қатысты, мектеп аралық, өздерінің сол Алматы қаласында нөмір 49-шы жалпы мектепте оқыды, одан кейін 74-ші мектепте оқыды, қалалық. Сол жақта сол мектеп аралық өздерінің қатыстырып, мектептен қатысты ғой. Қазіргі уақытта ұлыңыз Түркістан қаласында оқиды? Былтыр 5-6 сыныбын Түркістан қаласында оқып жатырмыз, жер ауыстырып. Осында көшіп келдік, осы жерде қатысып нетіп жатыр. Биыл қатысып жатыр бұл жаққа келген. Енді көріп отырмыз, өнерлі ұлыңыздың болашағын одан есе өрісін кеңейту жолында өзіңіздің қандай мақсаттарыңыз бар? Жалпы баламен қалай жұмыс істейсіз? Баламен жұмыс істегенде, баламен бірме-бір жұмыс істеп отыру керек. Балаға жауаптымыз, әр бала бір жұлдыз деген. Балалардың әрбір ата-ананың арманы балалардың жұлдыз болып жарқырап, қатарынан қалмай, алды болмаса да қатарынан қалмай білімді болғанын қалаймыз. Сондай-ақ естуіміз бойынша Нұрасыл Дара ұрпақ инклюзивті театрға кастингінен өтіпті. Жалпы театрға деген қызығушылық өзіңіз апардыңыз ба, ұлыңызды, немесе бұл неліктен театр таңдап отырсыздар? Дара ұрпақ, Түркістан қаласында Дара ұрпақ театры құрылып, іріктеуден өттік. Бір жағы мектептен де өзінің де қызығушылығы бар. Оның үстіне бала қоғамдық жұмыстарға араласып, кішкене жауапты болғанда дұрыс. Қатысқанын өзімде қаладым, өзінің де қалауы. Сосын мектептен де сенім артып жіберіп жатыр. Кастинг жақын арада өтті ғой? Жақын арада өтті. Түркістан қаласында Дара ұрпақ кастингі жақын арада өтті. Енді жұмыс барысы енді басталады ол жақта. Енді бір-бірімен таныстырылып, енді болады бұйырса.
соған қатысамыз, оған алып барып тұрамын, қалдырмаймын. Баламды әрбір несіне жауапкершілікпен қараймын, апарып тұрамын, ештеңесіне қалдырмаймын. Жалпы мынау енді әпке ерекше баланың анасы болуда өзіңіз білесіз, тағдырдың бір қиындығы деп те атап өтсек болатын шығар, бәлкім сынағы шығар. Енді жауапкершілік бірінші орында. Жалпы біздің көрермендерімізге өзіңіз не дейсіз? Жалғыз сіз емес, осындай ұл тәрбиелеп отырған басқа да аналар бар дегендей. Ерекше бала тағдырдың қиындығы деп айта алмаймын. Аллаға шүкір, Алланың берген аманаты. Баламды өз басым әрбір анаға, әр баланың өзінің орны бар. Баламды тағдырдың қиындығы деп сағым сынып, ондай қатты ниет өз-өзімді түсірмеймін. Шүкір Аллаға, балам білімді болып келе жатыр, оқып келе жатыр. Баланы неге бауылсақ, соны алып кетеді бала. Әрбір ерекше баласы бар ата-аналар өте керемет жандар ғой негізі. Сол туралы айтыңызшы. Көтеріп, жауапкершілікпен қарап, тағдыр деп мойымай, жетектеп асырап келе жатыр, шүкір. Жетектеп ештеңесінен қалдырмаймыз. Алып барып жатырмыз. Осындай қатысатын жерінің біріне қатыстырамыз. Емі де бар. Барлық ерекше балалары бар ата-аналарға сәттілік тілеймін, қажымас қайрат тілеймін. Сондай-ақ мынау енді кітап оқудан басқа, өлеңді мәнерлеп оқудан басқа, Нұрасылдың бойында өзіңіз ана бірінші жүрегі сезеді ғой, қандай қабілет бар деп ойлайсыз, тағы да ашылмаған? Нұрасыл өнерге де құмар. Ән айту жағына құмар. Сосын мынандай қол өнер шеберлігіне жаны құмар. Енді онысында нетіп, енді бастап жатырмыз. Осындай үйірмелерге қатыстырып, баланы осындай кезінен әріп таниды, уже бәрін біледі, шүкір. Енді осы болашақта өзінің өмір сүруін алғарай алып кету үшін осындай қол өнер несіне де баулып жатырмыз. Жалпы енді президентіміз жолдауында да айтып жатады, талантты жастарды қолдау керек, өнерлі адамдарды жаңа өнерін көкке көтеру керек деп жатады. Жалпы қандай да бір қолдаулар болып тұра ма? Мемлекет тарапынан? Мемлекет тарапынан қолдау осы ғой. Енді қазір мысалы Түркістанда дамып, балаларға мына дара ұрпақ несінің ашылып жатқаны да жақсы. Балалар шетте қалып қойып жатқан жоқ. Сосын мынандай үйірмелері бар. Қазір бір нәрсеге қатыстырып жатыр. Қазір жақсы. Дара ұрпақ, жалпы дара ұрпақ жобасы кім құрып жатыр, және оның маңыздылығы қандай, мақсаты қандай, қанша бала бар ол жерде, театр жалпы алдағы уақытта немен айналысқалы жатыр, бір хабарыңыз бар ма? Сол туралы кішігірім айта кетсеңіз. Театрдың айналысып жатқаны кім нетіп жатқанда мемлекеттің қолдауы деп түсініп тұрмыз өзіміз. Сосын мына ерекше балаларға ол жерде инклюзивті балалардың дара ұрпақ деп сол үшін аталып қойылды. Әр бала бар, бәрінің өнері бар. Бәрі жарқырап қатысып жатыр бәр нәрсеге. Ол да бір осы ерекше балалардың шетте қоғамнан тыс қалып қоймауының бір мақсаты. Мақсаты сол. Жалпы мынау енді өзіңіз айтып жатсыз ғой, ерекше баланың ата-анасы болу жауапкершілікті қажет етеді. Сондай-ақ ерекше баланың ата-аналары мықты деп жатсыз енді өзіңіз. Жанын түсініп отырсыз ғой енді. Өздеріңізде бір ортақ ұйым бар ма, араласып тұрасыздар ма? Балаларыңыз бір-бірімен дос бола ма? Сол туралы айта кетсеңіз. Ұйым бар. Ұйымның алды осы жаңағы соның нәтижесі ғой, дара ұрпақ театрында құрылып жатқаны. Ата-аналар өте көп, бір-бірімен өте бауырмал, барлық нәрсеге қатысып жатқан. Біздің де қалаға келгенімізге жақында ғой, бізде білмейтін көп нелер бар. Концерттерге қатысып жатыр. Бізге жыл сайын шыршаны не болса да қатыстырып, армандар орындалады, бәріне қатыстырып. Балдар бар. Әнші ішінен бишілері де бар. Мәнерлеп оқуға қатысып жатқандары да бар нелерге. Жақсы. Өзіңіздің неше перзентіңіз бар енді? Менің 2 перзентім бар. Қызым бар. Нұрасылдың әпкесі бар. 8-ші сынып оқушысы, сосын Нұрасыл. Нұрасылдың бүгінгі уақытта сабақ үлгерімі қалай? Мектепте қалай оқып жатыр? Енді көбіне шығармашылықта жүрген балдар, осындай өнерге қызығатын балдар, ғылыми жағынан, жаңағыдай теория жағынан оған қызықпайды. Әдебиет оқиды, қазақ тілін сүйеді деген. Мысалы, менің өзім журналистика таңдағам, бірақ физиканы нашар оқығам деген сияқты ғой. Сол сияқты бүгінгі уақытта енді екі жақты қатар алып жүр ма, сол туралы айта кетсеңіз. Нұрасыл енді өзі математика пәнін жақсы көреді. Одан кейін жаңағы осындай әдебиетті
логика бойынша ғой ауызша нелерге жақсы сабағы жақсы. Ал отбасыда қалай былай мінезі өзінің көңіл күйі үйде қалай болады? Нұрасыл өзі негізінде ерекше дара туған бала деп айтамыз. Ақ көңіл, бауырмал, көңілі пәк, таза, бәріне жаны ашып тұрады, жүгіріп нетіп тұрады, үйге қонақтар келген жақсы көреді, бауырмал. Ақ көңіл, қонақжай өзі сондай. Қыдырғанды, сосын жерлерді көргенді, адаммен араласқанды жақсы көреді. Қыдырып тұрасыздар ғой жазда, басқа елдерге барасыздар, мемлекеттерге шығасыздар ма? Немесе Қазақстанның ішінде ма? Қазақстанның ішінде, басқа мемлекетке шыққан жоқпыз Нұрасылмен, но бірақ жерді көріп аралап жүрген жақсы көреді. Яғни саяхаттағанын ұнатып тұр ғой? Иә, саяхаттағанын ұнатады, әсіресе мынандай тарихи жерлерді жақсы көреді. Барғанды, бәрін танысқанда, әрбір нәрсені анықтап, түбірін тексеріп, бәрін көрген, біліп тұрған жақсы көреді. Тарихи жерлерді жақсы көретін болса, онда Түркістанға келіп оқып атқан тіптен тамаша. Өзіңіз білесіз, біздің Түркістанда Қожа Ахмет Яссауи кесенесі бар, Арыстан баб, одан бөлек неше түрлі тау мен жоталардың арасында тарих ашылмаған әлі тарих іздері бар дегендей. Сол жерлерге апарып тұрыңыздар. Иә, біз апарып тұрамыз. Негізі өзіміз осы Түркістан тумасымыз ғой, осы Нұрасылдың денсаулығына бола біз жер ауыстырғанбыз. Ол жақта 6-7 жыл тұрып келіп, қайтып келдік осындамыз. Яғни Алматының ауа райы керек болды ма сонда? Иә, климат ауыстыру керек болды. Алматының ауа райы жақты оған. Мен сол үшін балама жер ауыстырып сол жаққа кеттік. Шүкір Аллаға, ол жақтан бастауыш мектебін бітіріп, бастауыш сыныпты. Сонымен осы жаққа қайтып келдік. Енді әпке, сұхбатымыздың соңына да келіп қалдық. Көрермендерімізге қарап өзіңіз не айтасыз енді? Көрермендерге айтарым, бала бәріміздің болашағымыз, балаларымыз білімді, зейінді, болашақтары жарқын болсын, адал, ел үмітін ақтайтын азаматтар, азаматшалар болып өсе берсін. Болашақ жастардың қолында. Бүгін біздің арнамызға сұхбат берді. Әрине, ерекше баланың ата-анасы болу, ол тағдырдың ешқандай қиындығы емес. Сынағы деп те қарамасақ болады. Бұл нағыз күш пен жігердің белгісі, нағыз үміттің белгісі. Сондықтан да бүгінгі сүбелі сұхбатымыздың соңына жеткенін айтамыз. Нұрасыл сахнаға әр шыққан сайын жаңа қырынан танылады. Ол тек өлең ғана оқып қана қоймай, көркем сөздің құдіретін сезіндіре біледі. Көрермен оның шынайылығын бірден байқап, ерекше ықыласпен қабылдайды. Театрдағы дайындықтар оның жауапкершілігін арттыра түсті. Әр репетиция, жаңа тәжірибе, жаңа ізденіс, ұжыммен бірге жұмыс істеу арқылы Нұрасыл достар тауып, ортаға тез бейімделе бастады. Бүгінде ол көптеген балаларға үлгі бола алады. Арманына сенім талмай, еңбек етудің арқасында үлкен мүмкіндіктерге жол ашылатынын дәлелдеп келеді. Нұрасылдың жарқын болашағы алда, ал оның өнерге деген сүйіспеншілігі ешқашан сөнген емес. Бақдәулет Ерланұлы, Өмірхан Смайыл, 7-7 News.